Құрметті ағайын, бүгін міне адай күйін үйренетін боламыз. Бірінші астынан екінші пернені басамыз. 1, 2. Сызықтың дәл алдынан басамыз. Саусақтың ұшымен. Төменге мына сұқ саусақпен. Сосын жібереміз. Бас бармақпен жоғары тартамыз. Қайтадан екінші пернені басамыз. Төменге. Сосын жібереміз. Жоғарыға ашық. Сонда мынадай әуен шықты. Әрі қарай екінші пернені басып тұрамыз. Саусақтың ұшымен. Пернені басқан кезде мына саусақтар жинақы тұрады. Ыңғайлы етіп қолды қыспай еркін басамыз. Әрі қарай төмен, жоғары, тағы жоғары. Сосын жібереміз екінші пернені. Жоғарыға ашамыз. Сонда мынадай болды. Мынадай әуен шықты. Әрі қарай тағы да екінші пернені басамыз. Төменге. Сосын жібереміз. Ашық. Жоғарыға. Тағы да төмен. Екінші перне. Жібереміз. Сосын екінші перне төмен. Жоғары, жоғары. Сосын мына жерде бас бармақпен үстіндегі екінші пернемен басамыз. Сонда үстінде де астында да екінші перне жоғарыға. Бүгін осы жерге дейін үйрететін болам аз-аздан. Қосып тартайық енді жаңағы жерден. Басынан бастап. Осы жерге дейін.